Ассалаумағалейкум. Алталашым, қасиет қазақ халқым. Асқар Арғын Бахадыр, Қазақстанның ұлт жанашыры, белсенді азаматы. Қазір сағат 1, 19 наурыз 2023 жыл. Міне, мен өзім тұрғылықты жеріме Қарағанды қаласында 115-116 сайлау учаскесі дейді, міне. Соған келіп тұрмын. Міне, 30-шы мектеп, мен тұрғылықты жерімдегі. Соған қазір кіретін боламыз. Қазір мынау өтірік Тоқаевтың сайқымазақ саясаты мен Назарбаев ар жағында тұр. Соның өтірік мынау сайлауына келіп, мен қарайын деп тұрмын. Қандай депутаттар сайлап жатыр, өтірік тырнақшадағы бүйтіп. Анау біздің халықтан шыққан нағыз Марат Жыланбаев, Амангелді Жакин, Бибігүл Иманғалиев Алматыда бәрін алып тастады. Түгел. Енді қазір қарайын деп отырмын, қандай мына жерде депутаттар сайлап жатыр екен. Соны көретін боламыз қазір. Саламатсың. Қай жерде болып жатыр сайлау? Мен түсіріп тұрса? Иә. Неге? Неге түсірмейді? Сұрау керек қой, түсіруге болады. Болады, мына қоғамдық орын. Мен Қазақстан қоғамының белсендісімін, Нұрмағанов Асқар болады есімім. Сайлаудың қалай өтіп жатқанын көргім келіп тұр. Таныстырып, содан кейін барып сұрауыңыз керек. Нұрмағанов Асқар Арғын Бахадыр дейді мен. Мен нәжге сайлаудың учаскесіне тіркелгенмін. Өзім әдейі кеп тұрмын осы 30 жылда. Осы қандай сайлау болып отыр? Ана өтірік сайлаудан шаршадық біз уже. Өтірік депутаттардан ана ұйықтап отырған. Жоқ, өтірік сайлау отыр. Шыны керек. Қай жерде болып отыр, соның бәрін мен қарап, қадағалап, қазір дауыс беретін боламын. Саламатсыз. Коммент. Можете сказать? Саламатсыздар ма? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, Қазақстан белсенді азамат Нұрмағанов Асқар болады есімім. Мен кезекші Сапарханзана Қайратқызымын, кезекшімін. Осы жерде мұғалім болып жұмыс істейсіз ғой, иә? Сайлау өтіп жатыр ма? Сайлау өтіп жатыр, иә. Мынау парламенттік сайлау ғой. Мен қоғамдық адам болғансын. Kesin күте тұрмыз. Не кетіп қалдыңыз? Мен кезекшімін мына жерде. Халықтың таңертеңнен келе алмадым мен, шынымды айтсам. Қазір мен өзім осы сайлау учаскесіне тіркелгенмін. Сіз таңертеңнен осындасыз ғой. Халқын қарқыны жоқ қой, вообще кісі жоқ қой мұнда. Міне. Парламентке, өкіметке, Тоқаевтың ана өтірік саясатына ешкім сенбейді уже. Міне, жетіскен жетістігіміз. Вы ведете прямую трансляцию? Конечно. Нельзя, по закону Почему нельзя? нельзя? Потому что нельзя, согласно закону. Как это? Где закон? Покажите мне закон. Что вы думаете, это общественное место? Нет, вот там, Общественное пожалуйста, место это. вот Я там, в любом месте могу снимать. внутри Я зала. сам себя могу снимать. Внутри зала голосования Понимаете? вы можете снимать. Почему? Потому что прямая Пусть народ трансляция видит, за согласно кого я буду голосовать. Кого вы здесь вот предлагаете?
30 лет вы обманывали, хватит? Сколько можно терпеть? Өтірік сайлауды. Кім кандидаттар? Кешеден дауыс бердіңіздер? Жоқ, берген жоқпын. Қазір беремін. Әуел көрейін да, кім бар мына жерде? Өтірік депутаттардың. Қай жерде? Жоқ, вы покажите мне кандидатов. Кто это? Кандидаты, пожалуйста. Что за люди? Мы их знать не знаем. Пожалуйста, это ваше право. Можете познакомиться. Бексултанова я знаю. Он уже 30 лет сидит, как Назарбаев. Кто это? Бізден бар, участковыйлар шақырыңыздаршы. Байдина. Мара. Таубаев Нурлан Мукашев айтуған дейді. Избиратели на нашем участке. У вас нет никаких Я удостоверений. Вы есть? можете- Почему? Покажите. Я отсюда. Сам. Покажите. Вот, пожалуйста. Нет, удостоверение не ваше, а удостоверение наблюдателя или еще. Зачем? Я лично сам избираю же людей. Но вы же Вот не на этих нашем вот депутатов. участке избираете. Давайте В этом участке я здесь в нашем? В прописанный. каком адресе? Сейчас, секундочку, я закрою.